Biz sizlerмен Қазақстан тарих пәнінен жаңа тақырып өтейін жатырмыз. Бүгін бізге көптеген қонақтарымыз келген. Бүгінгі ашық сабағымызды ашық деп жариялаймын. Қанекей, сабаққа дайынсыңдар ма? Иә. Жарайсыңдар. Вот, төрде кесе көрсеңдер болды екен. Бітті? Жақсы. Көбейді. Жазам күшкәне жазбаймыз. Алды жазып. Дана. Біздің заманымызда жаңа сабақ бойынша Ұлы Жібек жолыны біз естігенде өзін атауы айтып тұр, Ұлы Жібек жолы. Неге қараңдар? Ұлы Жібек жолы білесіздер, біздің заманымызда дейінгі 2-ші ғасырда қай қалада басталған еді? Қытай қаласында. Үш тақырыпты кішкене тексеріп алайық. Ол үшін өткен тақырыптар бойынша сіздерден сұрақ келеді. Бірінші сұрақ, Қарахан мемлекеті қай ғасырда құрылды? Қарахан мемлекеті 8-ші жылы құрылды. Жақсы. Барлығымыз қараймыз. Неге бір картада бізге көрініп тұр, негізі қызылмен көрініп тұрған, яғни Қытаймен қай жерден басталған екен, қай жермен жүрген екен. Неге біздің қазір оңтүстіктегі қалаларды сіздерге түсініп кетейін, айтып кетейін. Неге жерден қызылмен көрсетіп қойған несі бойынша қараңдар. Көптеген жерлерді өзінің несіне алып тұр. Қазір кездегі Мерке, Құлан, Ақбешім, Қарғалы, Қарқел, яғни Талғар қазір тілдегі. Шілік, мына жерде екі Оғыз, Жаркен, оларымыз көбі Алматы қаласы жағында, қазір кездегі. Сол жерлерден өткен. Ғасырдың 2-ші жартысында дейді. Ұлы Жібек жолының біраз бөлігін иеленді. Кім еді? Түркістан кезде. Әрине түріктер еді. Ұлы Жібек жолы өзінің атауы 2-3 ғасырдан алып. 6-шы ғасырдың 2 жартысында түріктер. Ұлы Жібек жолының біраз бөлігін иеленді, әрине. Қытай жолы көрсеткіш бойынша Ақтөбеде қалай, Семей қаласы. Қытай жолы кейіннен бүгінгі сабағымыз түсінікті болған болса, ендігі кезегіміз үйге тапсырма. Ұлы Жібек жолы туралы шағын есте жазу. Көп жазып берсе, 100-ден 150-ге дейін жазсаңдар, бағандар өте тамаша болады. Осымен бүгінгі ашық сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа деген сау болыңыздар.